Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгінгі тақырып қолтықтағы жағымсыз иістен құтылу жолдары. Бұл мәселе әр адамға таныс және күнделікті өмірде ыңғайсыздық тудырады. Егер сізде осы мәселені шешкіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Біз қолтық иісінің негізгі себептерін, оны болдырмау әдістерін және табиғи әрі медициналық шешімдерді қарастырамыз. Жағымсыз иіс тек тердің өзі емес, терімен байланысқан бактериялардың әрекеті нәтижесінде пайда болады. Негізгі себептер: гигиенаның сақталмауы, гормоналды өзгерістер, мысалы жасөспірімдік кезеңде, стресс және физикалық белсенділік, ащы және иісі күшті тағамдар, сарымсақ, пияз, дәмдеуіштер, аурулар, гипергидроз, гормоналды бұзылулар. Гигиена қолтық иісінің алдын алудың ең қарапайым әрі тиімді әдісі. Кеңестер: күніне кемінде 1 рет душ қабылдаңыз. Ыстық күндері бұл жиілікті арттырыңыз. Антибактериалды сабын қолданыңыз. Қолтық түгін үнемі алып тастаңыз, себебі түктер бактерияның көбеюіне қолайлы орта жасайды. Құрғақ қолтық, таза қолтық. Тері үнемі құрғақ болу үшін сүлгімен мұқият құрғатыңыз. Дезодорант пен антиперспирант қолдану. Көпшілік дезодорант пен антиперспиранттың айырмашылығын білмейді. Дезодорант бактериялардың көбеюін тоқтатып, жағымды иіс береді. Антиперспирант тердің бөлінуін азайтады. Кеңес: терлеуге бейім болсаңыз, құрамында алюминий бар антиперспиранттарды таңдаңыз, бірақ оларды шамадан тыс қолданбаңыз. Егер химиялық заттарды қолданғыңыз келмесе, табиғи әдістерде көмектесе алады. Тиімді табиғи әдістер: ас содасы. Қолтыққа аздап ас содасын жағып, бактериялардың өсуін тоқтатыңыз. Лимон. Жаңа лимонның бөлігін қолтыққа сүрту арқылы бактерияларды жоясыз. Алма сірке суы. Суды және алма сірке суын араластырып, күнделікті қолтықты сүртіңіз. Бұл тері іріңін реттеп, бактерияларды азайтады. Кокос майы. Оның құрамындағы табиғи антимикробтық қасиеттер қолтық иісін жоюға көмектеседі. Жағымсыз иіс көбіне тұтынатын тағамдармен байланысты. Кеңестер: ащы және иісі күшті тағамдарды азайтыңыз. Жеміс-жидектер мен көкөністерді көбейтіңіз. Дұрыс су ішіңіз, бұл токсиндерді шығаруға көмектеседі. Киімге ерекше назар аударыңыз. Табиғи маталардан, мысалы, мақта жасалған киімдерді киіңіз. Қолтық аймағын жақсы желдететін кең киімдер таңдаңыз. Киімді үнемі жуып, тазалықты сақтаңыз. Қолтықтағы жағымсыз иіс бұл шешуге болатын мәселе. Ол үшін күнделікті гигиенаны сақтап, табиғи және медициналық әдістерді қолдансаңыз жеткілікті. Егер бұл кеңестер сізге пайдалы болса, арнамызға жазылып, лайк басыңыз. Пікірлеріңізді күтеміз. Келесі видеода кездескенше.